Жатағым қолындағы жасанды интеллект. 21 ғасыр. Озық ой мен тың технологиялар дәуірі. Жасанды интеллектінің негізі дерек. Шексіз ақпаратты қабылдап, сараптап, қорытынды шығара алады. Құдды бір адамның миы сияқты. Тапсырманы қалай орындау керегін үйретсе, бұйрыққа бағынады. Жүйенің жетістігі жойқын, кемшілігі де жоқ емес. Ақпараттарды бейресми дерек көздерден де жинақтайды. Нейрожелінің осындай осал тұсын халықаралық террористік ұйымдар пайдалана бастады. Нәтижесінде интернетте зұлымдықты насихаттайтын қауіпті контент қаптады. Содырлар қолдан кейіпкер жасап, жаңа образ қалыптастыруда. Сол арқылы саптарына жақтастарды арбауда. Дауысты мәтінге керісінше мәтінді дауысқа оңай айналдырады. Яғни тілдік дерек қоры мол жүйе лаңкестерді кез келген тілде сөйлете алады. Сыни ойлау қабілеті дұрыс қалыптаспаған буын аңыздан ақиқатты ажырата алмайды. Салдарынан мейірім жоғалып, надандық өршіп барады. Адастырар дүниеге ұмтылу, алдап, арбап мал табу құрдымға құлатады. Ал тарихыңды танып, ұлттық болмысыңмен мақтану өрге шығарады.